тізбекке қатысты тағы да қызықты есеп шығарайық. Төмендегі сұлбада көрсетілген резисторлардағы ток күші I тең 1,5 ампер, ал I2 0,6 ампер. Сұлбаға сәйкес дұрыс. Оқушылар, сонда мына жақтан келетін токтың мәні 1,5 ампер. Жалпы ток күші 1,5 ампер. Ол ток мына түйінге келгеннен кейін екіге бөлінеді, дұрыс па? Мына жақтан бізде I1 ток өтеді, міне I1. Ал мына жақтан өтетін ток міне I2. Сонда мынау кедергі бізде R1, мынау кедергі R2 кедергі деп қояйық. Сонда R2 кедергіден өтетін токтың мәні I2 0,6 ампер. R1 кедергіден өтетін токтың мәнін тауып алайықшы алдымен. I1-ді тауып алайық. Яғни параллель жалғанған кезде ток былай екіге бөлінді. Сонда жалпы ток күшін табу үшін ол әрбір өткізгіштен өтетін токтардың қосындысына тең да. Сонда бізде екі өткізгіш. Сонда екі өткізгіштен өтетін токтарды қоссақ, бізде жалпы ток күш келіп шығады. Бізде I жалпы 1,5 ампер. Осы жерден біз I1-дің мәнін табатын болсақ, I1 тең болады. Жалпы ток күші азайтылған I2 болады. Сонда 1,5 азайтылған 0,6 тең 0,9 ампер шығады. Яғни мына жақтан бізде 0,9 ампер ток өтіп жатыр. I1 ток күші. Екінші резистордан өтіп жатқан ток күшінің мәні 0,6 ампер. Сонда қоссақ жалпы мына жақтан, яғни мына жақтан токтар келеді, тағы да мына жаққа келген кезде қосылады. Сонда ток бізде мына жақта 1,5 ампер болады. Біз ток күшінің қатынасын жазатын болсақ, мысалға I1-дің I2 қатынасын. I1 0,9 бөлінген 0,6, 0 мен 0 қысқартып жіберетін болсақ, 9 бөлінген 6, иә? 3-ке қысқартып жіберсек, мына 3 көбейткен 3, 3 көбейткен 2 деп жазып алайын. Мына 2 қысқарады да 1,5 шығады, дұрыс па? I1 тең 1,5 I2 болып тұр. Бірінші резистор арқылы өтетін ток күшінің мәні екіншісіне қарағанда 1,5 есе үлкен болып тұр да. I1 тең 1,5 I2 деген мынау ең нұсқасына сәйкес келіп тұр. Дұрыс белгіленген екен. Ал енді параллель жалған кезде кернеу тұрақты. R1 мен R2 кедергі параллель жалғанып тұр. Сондықтан да U1 мен U2-ның мәні бірдей болады. Бұл жерде ондай дұрыс жауап жоқ. Мына екі қате. Ал енді кедергілердің мәнін табу үшін біз Ом заңын қолданамыз. Яғни ток күші кернеуге тура пропорционал, ал кедергіге кері пропорционал. Сонда егер I1-дің мәні 1,5 есе үлкен болса, онда кедергілер керісінше болады. R2 1,5 есе үлкен болады R1-ге қарағанда. Кедергінің мәні қаншалықты үлкен болса, токтың мәні соншалықты аз болады да. Ток күші мен кедергі бір-біріне кері пропорционал болғандықтан R2 тең 1,5 R1 деген бұл нұсқасына сәйкес келеді.